Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін оқу жылының соңындағы білім класстан сынып журналын қалай жүктейміз, соған тоқталмақшымыз. Ол үшін білім класс платформасына кіреміз. Оның сол жағындағы меню қатарынан есептілік таңдаймыз. Осы жерден сынып журналы. Міне, әркімге өзінің класының журналы шығатын болады. Менде класстың журналы шықты. Оң жағындағы құру батырмасын басамын. Бұл жерде менде 90-дар бойынша таңдалып тұр. Немесе жартыжылдық деп таңдалып тұруы да мүмкін. Тіліміз қазақ тілінде жартыжылдық болса 90 бойынша дегенді аламыз. Ол жерден 4.90 шығып тұр. Әр 90-нан екінші аптаны таңдап шығамыз. Ары қарай келесі батырмасын басамыз. Бұл жерден пәндердегі мұғалімдердің пән мұғалімдердің сәйкестігін қарап шығамыз. Егер сізде көрінбей тұрған болатын болса, сіздер қасында белгішені шертіп пән мұғалімін таңдайтын боласыздар. Ары қарай құру батырмасы. Енді бұл жерден жүктеу үшін сынып журналын қалыптастыру дейді. Осы жерден құруды басатын боламын. Міне, бұл жерде ағымдағы мәртебе көрсету үшін жаңарту батырмасын бас дейді. Мына жердегі жүктеп алу батырмасы активный болу үшін біз жаңарту батырмасын күтіп баса отырып күтетін боламыз. Сол кезде белгілі бір уақытта сіздердегі мына жердегі іс-әрекет бөліміндегі жүктеп алу батырмасы активный болып өзгеретін болады. Сол жерден сынып журналын жүктеп алатын боламыз. Міне, бұл белгілі бір уақыт алатыны белгілі. Сол себепті күтіп отырып, мына жерде мәртебесін қарасаңыздар, міне, қалыптастыруда деп шығып тұр. Осы жердегі мәртебеге қарай отырып, арасында сәл күтеміз, сосын жүктеп алатын боламыз. Міне, біздің мәртебеміз дайын деп өзгерді. Міне, мына жердегі көшіріп алуға арналған стрелкамыз активный болды. Осы жерден басамыз. Сол кезде міне біздің журналымыз жүктелді. Міне, журнал жүктелді. Автомат түрде браузерде ашылды. Енді осы жерде міне оң жағындағы скачать батырмасын басып, өздеріңіздің компьютерлеріңізге жүктеп алатын болса, мына батырманы басатын болсақ, автомат түрде ол міне қаяққа сақтайды, өз атауымен сақтап, сохранить деп міне сақталды. Міне көшіріліп жатыр. Міне готово. Яғни біздің журналымыз сонда өзіміздің компьютерімізге көшірілді. Міне осылай қылып, міне журнал деп менде сақталып тұр. Міне журнал деп сақталып тұр. Осылай қылып шығарып алатын боласыздар. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоны бөлісіп отырыңыздар.